Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге күнделікті пісіріп жүрген бауырсағымның рецептісін ұсынып отырмын. Егер де сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, YouTube каналыма кіріп, Эльмира Мұратқызы деп терсеңіздер шығады. Коммент жазып, қоңырау шауды басуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқамызды араластырамыз да. Оған бірінші суымды құямын. Одан соң sütümді құям. Одан соң майымды құям. Шекерімді салам. Дұрыс салам. Жақсылап араластырып алып, дрожжды тұзымды салам. Енді біртіндеп ұнымды сала бастаймын. Қамыр қатты болмау керек, өте жұмсақ болу керек. Сосын бұны қамырды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа көтерілуге, жылы жерге жауып қоямыз. Міне қамырым ашыды. Енді бөліктерге бөліп аламыз, дуалап. Қамырымызды 4 суалаға бөліп домалақтап аламыз да 10 минутқа жауып қоямыз көтерілу үшін. Өткеннен кейін қамырымызды біртіндеп өстіп жайып аламыз. Бауырсақтарымызды өстіп кесіп алғаннан кейін 5 минутқа шамалы көтеріліп қойып қоямыз. Бауырсақтарымызды өстіп қызып тұрған майға салып, қуырып алатын боламыз. Осындай қып-қызыл бауырсақтарымыз пісіп жатыр. Достар, біздің бауырсағымыз дайын болды, қып-қызыл болған. Егер де менің бауырсағымның рецепті сіздерге ұнап жатса, YouTube каналға кіріп, Эльмира Мұратқызы деп терсеңіздер шығады.